Сәлем, Мәдина, қалайсың? Сәлем, жақсымын, өзің қалайсың? Жақсымын. Үйінен бір керемет иіс шығып тұр ғой. Не пісіріп жатырсың? Бүгін бәліш пісіріп жатырмын. Ой, қандай бәліш? Ет қосылған, үйдегі кәдімгі қазақы бәліш қой. Дәмді ғой. Жалпы қазақтар бәлішті қашан пісірген? Бұрын қазақтар бәлішті көбіне қонақ келгенде немесе той мерекеде пісірген. Яғни бәліш сыйлы ас қой. Дәл солай. Әсіресе ет салынған бәліш өте құрметті тағам болған. Ішіне не салады? Көбіне ет, пияз, кейде картоп қосады. Барлығы қарапайым, бірақ өте дәмді. Ал қамырын өздері жасаған ба? Әрине, бәрін өздері қолдан жасаған, сондықтан дәмі ерекше болған. Ал қазір бәліштер өзгерді ме? Қазір бәліштің түрі көп. Тәтті бәліштер де бар. Алма, шоколад, ірімшікпен. Мен де көбіне тәтті бәліш жеймін. Қазір адамдар кейде дайын қамыр алады. Уақыт үнемдейді. Дұрыс, бірақ үйде жасалғаны бәрібір дәмдірек сияқты. Мен де солай ойлаймын. Үйдің бәліші бөлек болады. Сен қандай бәлішті жақсы көресің? Мен ет қосылған қазақы бәлішті жақсы көремін. Ал сен ше? Маған тәтті бәліш ұнайды, әсіресе алма бәліші. Жақсы екен, бір күні бірге бәліш пісірейік. Келістік, мен қуана келемін. Жарайды, күтемін.